сондықтан сондықтан оны қазіргі заманда сақтау және болашақ ұрпаққа таныту өзекті мәселеге айналды. Бұл бағдарлама зергерлік өнерді жаңғырту және оны қазіргі заманғы тұрмыста қолдану арқылы Бесик Квашина Кенескановна. Авторлық бағдарламаның тақырыбы қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақ. Бағдарлама 8-ші сынып оқушыларына арналған. Аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бағдарламаның құрылымы 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім тоғызқұмалақ ойынының тарихы, барлығы 8 сағат, теория 5 сағат, практика 3 сағат. Екінші бөлім іс тәжірибе сабақтары, барлығы 8 сағат, теория 1 сағат, практика 7 сағат. Үшінші бөлім тұздық ережесінің дүниетанымдық мәні, барлығы 8 сағат, теория 7 сағат, практика 11 сағат. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалаққа қызығушылығын арттыру және ойынның тарихы мен ережелерін тереңірек түсінуге көмектесу. Оқушылардың логикалық ойлау, стратегиялық жоспарлау және есептеу дағдыларын дамыту. Оқушыларды ұлттық мәдениетке тәрбиелеу, тарихымызды құрметтеуге үйрету. Бағдарламаның міндеттеріне теориялық білім беру кіреді, практикалық дағдыларды қалыптастыру және ұлттық құндылықтарды насихаттау. Бағдарламаның бағыты. Тоғызқұмалақ бағдарламасы спорттық сауықтыру бағытына жатады. Бұл бағдарлама оқушылардың логикалық ойлауы мен стратегиялық қабілеттерін дамытуға, сондай-ақ ұлттық мәдениетке деген қызығушылығын арттыруға бағытталған. Өзектілігі. Қазіргі таңда жастардың бос уақытын тиімді пайдалану, зияткерлік ойындарға қызығушылығын арттыру өзекті мәселелердің бірі. Тоғызқұмалақ қазақ халқының ұлттық ойыны ретінде тарихы тереңде жатқан, ғасырлар бойы сақталып, бүгінгі күнге жеткен құндылығымыз. Ойын оқушылардың ақыл ойын дамытып, шыдамдылыққа, есептеу қабілетіне үйретеді. Сонымен қатар, ұлттық ойын арқылы оқушылардың бойында патриоттық сезімдерді оятып, ұлттық мәдениетке деген құрметін арттырады. Жаңалығы, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай оқыту әдістемелерін қолдану және тоғызқұмалақ ойынның теориялық негіздерін практикалық жаттығулармен ұштастыра отырып, оқушылардың ойында тез әрі тиімді меңгеруіне жағдай жасалады. Сонымен қатар, бағдарлама аясында турнирлер, жарыстар ұйымдастырылып, оқушылардың өз білімдерін сынайтын алаң құрылады. Тоғызқұмалақ ойынның тәрбиелік мәні уақытпен дәлелденген. Бүгінде жастар арасында бұл ойынға деген қызығушылықтың жандануы байқалады. Бұл бағдарлама 8-ші сынып оқушыларының стратегиялық және логикалық ойлау қабілеттерін арттырып, ұлттық мәдениетті насихаттауға, тоғызқұмалақ ойынның қызығушылықтарын оятуға бағытталған. Оқыту аясында тоғызқұмалақ ойынның көптеген ережелерін игеру көзделген. Бұл жерде бізде мектепте зияткерлік ойындарға арналған кабинетіміз көрсетілген. Тоғызқұмалақ тақталармен жабдықталған. Оқушылар үйірме уақытында және бос уақыттарында да осы кабинетке келіп тоғызқұмалақ ойынын ойнайды. Тоғызқұмалақ ойынын ойнау барысында білім алушы стратегиялық және логикалық ойлауды үйренеді, есептеу қабілетін арттырады, шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады. Төзімділікті және шыдамдылықты тәрбиелейді, топтық жұмыс дағдыларын дамытады. Тоғызқұмалақ ойыны 8-ші сынып оқушылары үшін қызықты. Ойынның элементтері балаларға жаңа, қызықты әрі мағыналы тәсілде ұсынылады. Әрбір ойыншы ойында өзінің стратегиясын әзірлей отырып, жеке дамуына ықпал ете алады. Сонымен қатар, ойын әлеуметтік ортада, мәдени шараларда танымал болғандықтан, оқушылар арасында өзара қызығушылық туғызады. Бұл жерде біздің оқушыларымыз қызығушылықпен тоғызқұмалақ кабинетінде ойын ойнап жатыр. Және бұл жерде біз түрлі жарыстарға шығарамыз. Оқушыларды бұл жерде қыздар жарыста ойнап отырғандар көрсетілген. Бұл жерде де бағдарлама туралы айтсаңыз, бағдарлама туралы.
Тосмолақ әлемдік мәдениеттің озық үлгілерімен бой теңестіре алатын рухани ойын, қисындық ойлау өнері. Бұл өнердің басты қасиеті адам санасын жетілдіруге, ақыл-ойын кемелдендіруге ерекше күш салады. Жасөспірімдердің дене күшінің мол болуымен қатар, ақылды болуына да көп мән берген бабаларымыз осы ойынды ойлап тапқан. Бүгінгі таңда дүниежүзілік зияткерлік ойындарды дамыту, өркендету маңызды мәнге ие болып отыр. Өйткені жеке тұлғаның біліктілік қасиеттері осындай ойындар арқылы шыңдала түседі. Зияткерлік ойындар дегеніміз ой шығармашылығын дамытатын спорт түрі. Оның тағылымдық, тәрбиелік, танымдық құндылықтарының өзінде терапиялық сипаты қаншама. Тоғызқұмалақ ойыны жасөспірімдердің бойында сабырлық, төзімділік, есептегіштік, ойшылдық қасиеттерді қалыптастырумен қатар, кең ақыл, жүйрік, қиял иесі болуына да жағдай жасайды. Күтілетін нәтижелер. Оқушылар тоғызқұмалақтың ережелерін толық меңгереді және ойынды сауатты ойнайды. Оқушылардың логикалық ойлау, стратегиялық жоспарлау және есептеу дағдылары артады. Оқушылардың ұлттық ойынға деген қызығушылығы артады және бос уақыттарын тиімді пайдалануға үйренеді. Оқушылар ұлттық мәдениетті құрметтейтін және сақтайтын тұлға ретінде қалыптасады. Мектепшілік және аудандық тоғызқұмалақ жарыстарына қатысуға дайын болады. Қорытындылай келгенде, тоғызқұмалақ әлемдік интеллектуалдық ойындардың озық үлгілерімен бой теңестіре алатын зияткерлік ойын, логикалық ойлау өнері. Бұл өнердің басты қасиеті адам санасын жетілдіруге ерекше күш салады. Ұлттық ойындарымызды жастар арасында таратып, дәріптеу біздің қолымызда. Бір ғана ойында қазақ халқының болмысын, салт дәстүрін сыйдыра білген ойынның маңызы қашанда зор. Тоғызқұмалақ ойын ғана емес, баға жетпес ұлттық қазына. Назарларыңызға көптеген рахмет. Рахмет. Сандуғаш Сманова, сіз дайынсыз ба? Дайын. Аха, жарайды. Демонстрациядан шықсаңыз. Демонстрацияңыз көрінбей тұр, Сандуғаш Сманова. Аха, енді шығып жатыр. Көрінді. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Добрый день, уважаемые коллеги. Специализированный лицей одаренных детей, педагог-психолог Жайшибекова Сандуғаш Сманова. Мое методическое пособие – это психологический метод творческие способности учащихся и пути их развития. Если дети – это национальное достояние любой